Халықаралық азаматтық авиация күнін мерекелеуге орай Елорда әуежайында әуе айлағы қызметкерлері арасында алғаш рет Мистер және Мисс NQZ 2022 байқауы өтті. Сайысқа барлығы 15 адам қатысты. Бұл күні азаматтық авиация саласының 35-ке жуық ардагері құрметке ие болды. Өз кезегінде ардагерлеріміз қазылар алқасының құрамына кіріп, байқау жеңімпаздарын анықтау барысында белсенділік танытты. Іс-шараны ашқан Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Дәулет Хамзин барлық қатысушыны мерекемен құттықтап, аталған форматтағы іс-шаралардың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ басқарма төрағасы сала ардагерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтап, авиация саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі азаматтық авиация комитетінің грамоталарын табыс етті. Астана халықаралық әуежайының басшылары бүгін Қазақстанның авиациясының ардагерлерін шақырып, үлкен іс-шара жасап отыр. Соған біріншіден көп рахмет айтқым келеді ардагерлердің атынан. Бүгін Қазақстанның ардагерлерінің атынан ол үлкен мереке. Бұл күнге Астана халықаралық әуежайы жаман жетістіктермен келген жоқ, жақсы жетістіктермен келді. Сол себептен мен осы қазіргі аэропорттың басшыларына көп рахмет айтқым келеді ветерандардың атынан. Аталмыш байқау 3 кезеңнен тұрды. Сайыстың алғашқы кезеңінде қатысушылар өздері туралы айтып берсе, екінші кезеңде шығармашылық қабілеттері мен дағдыларын көпшілікке паш етті. Соңғы 3-ші кезең викторинада қатысушылар азаматтық авиация саласына қатысты сұрақтарға жауап берді. Өз білімдері мен эрудицияларын көрсетті. 10 июня авиакомпания Lot Polish Airlines возобновила рейсы по какому направлению? Астана-Варшава, правильно? Байқау қорытындысы бойынша Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы акционерлік қоғамы коммерция департаментінің маманы Шарафуддин Мырзабекұлына Мистер NQZ 2022 атағы берілді. Өз кезегінде авиациялық қауіпсіздік қызметінің тексеру инспекторы Қаламқас Бөстекбаева Мисс NQZ 2022 атанды. Екінші жүлделі орын ақпараттық технологиялар департаментінің телекоммуникацияларды дамыту жөніндегі бас маманы Бекболат Долдаш пен Елорда әуежайының авиациялық қауіпсіздік қызметінің тексеру инспекторы Дана Сүйменбаеваға берілді. Үшінші орын тексеру инспекторы Әділет Күлбаев пен әуежайдың пиар қызметкері ақпараттық анықтамалық тобының кезекшісі Сәуле Пшембаеваға бұйырды. Байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне басқарма төрағасының атынан бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар табыс етілді.